Сыйқымбай Көшкімбаев, Жамбыл облысы Жуалы ауданының тумасы, 30 жыл Жуалыдағы нөмір 10 әскери совхозында бөлім меңгерушісі болып жемісті еңбек етіп, шаруашылықтың экономикасы мен әлеуметтік тұрмыстық жағдайының өркендеп өсуіне үлкен үлес қосты. Еңбегі жоғары бағаланып, Ленин халықтар достығы құрмет ордендерімен марапатталды. Москвадағы халық жетістіктері көрмесінде күміс және алтын медальға ие болды. Жуалы ауданының құрметті азаматы Сыйқымбай Көшкімбаев белсенді қоғам қайраткері ретінде ел есінде қалды. Зауытбек Көшкімбаев есімі Жамбыл облысына белгілі өндіріс командирі, шаруашылық басшысы еді. 1982 жылы Саратов ауыл шаруашылығы институтын бітіріп, агроном мамандығын алды. Еңбек жолын нөмір 10 әскери совхозында агроном болып бастап, шаруашылықтың бас агрономына дейін көтерілді. 1977-1986 жылдары Жуалы ауданындағы Горький колхозында бас агроном, колхоз басқармасының төрағасы болып еңбек етіп, шаруашылықтың экономикалық әлеуметтік дамуына үлкен үлес қосты. 1986 жылы аудандық РАФОның төрағасы болып, Жуалды ауыл шаруашылығын дамытуға зор еңбек сіңірді. Зауытбектің бергеннен берері көп еді. Есілер 1997 жылы небәрі 47 жасында дүниеден озды. Нұржан Әшіров 1983 жылы Ташкент автомобиль жолдары институтында оқып, инженер-механик мамандығын алды. 1986 жылға дейін Шымкент қаласындағы облыстық жолаушылар тасымалдау басқармасында инженер болып еңбек етті. 1986 жылы Қазығұрт ауданындағы Ленин атындағы колхозға ауысып, еңбек қорғау инженерінен шаруашылықтың бас инженеріне дейін көтерілді. 1996 жылы жеке кәсіпкерлікке ауысып, Сапа шаруашылық қожалығын ашты. 2002 жылы ұсақ қожалықтарды біріктіріп, Сапа 2002 жауапкершілігі шектеулі серіктестігін ашты. Нұржан Әшіров жетекшілік ететін еңбек ұжымы жаңа технологияларды енгізу арқылы егін шаруашылығын қарқынды дамытуға жол салды. Үнемі ізденіс үстінде жүретін замандасымыз 2020 жылы Қазақстанның оңтүстік өңірінде ауыспалы егін егу тәсілін сақтай отырып, нөлдік технология әдісін енгізу авторлық құқығына ие болды. Бұл ғылыми ізденіс бір Сапа 2002 жауапкершілігі шектеулі серіктестігі ғана емес, егін шаруашылығымен айналысатын еліміздің оңтүстік өңір диқандарының егін егуге түбегейлі бетбұрыс жасауына жол ашты. Айтулы технология уақытты тиімді пайдалануға, қаржыны үнемдеуге, ең бастысы дәнді дақылдардан алатын өнімнің ұлғаюына септігін тигізді. Осы игі істермен бірге еңбек ұжымы жоңышқа, бидай, мақсардан элиталық тұқым өндірумен шұғылданады. Еліміздің ауыл шаруашылық өнімдерін өңдеу жөніндегі бағдарламасын жүзеге асырып, бүгінгі таңда мақсары, мақта және пісте майларын өндіруде жоғары сапалы өнімдер Қытайға, Өзбекстанға, Тәжікстанға сатылуда. Сонымен қатар қой етін экспортқа шығаруда Сапа 2002 жауапкершілігі шектеулі серіктестігі облыс бойынша алдыңғы қатарда келеді. Табыс қазанын қайнатқан серіктестік қазақтың қылшық жүнді құйрықты қойын өсіріп жетістікке жетуде. Ел құрметіне бөленген Нұржан Әшіров Қазығұрт аудандық мәслихатының оңтүстік Қазақстан облыстық мәслихатының депутаты болып сайланды. Бүгінде Түркістан облыстық мәслихатының депутаты. Ерен еңбегі бағаланып, құрмет орденімен 3-ші және 2-ші дәрежелі еңбек даңқы ордендерімен марапатталды. Оңтүстік өңірінің экономикалық әлеуметтік дамуына қосқан үлесі үшін Қазығұрт ауданының Түркістан облысының құрметті азаматы атанды. Жаумбай Қараев, физика-математика ғылымдарының кандидаты, педагогика ғылымдарының докторы, белгілі ғалым, қоғам қайраткері,
Ғылыми еңбектері тек біздің елге ғана емес, алыс жақын шет елдерге де танымал. Жауынбай Қарай 1985-1986 оқу жылынан бастап, сол кездегі орталық компьютерлік сауаттылық жобасының Қазақстанда енгізілуіне жауапты ғалым болып министрліктің шешімімен бекітілді. Министрлікке тікелей бағынатын Алтынсарин атындағы ФГГЗ институтының информатика бөлімін басқара отырып, информатика пәнінен алғашқы қазақ тілінде оқулықты, ұстаздарға арналған әдістемелік құралды, есептер жинағын дайындап, Қазақстандағы білім саласын ақпараттандыру жобасының бастауында тұрды. Бұл аса жауапты, мемлекеттік маңызы бар мәселені ол абыроймен атқарды. Одақтағы жоба жетекшілері академик Иршов пен Махов оның бұл еңбегін айрықша бағалады. Академик Жауынбай Қарай қазақ мектептерін дамытуға арналған ауыл мектебі бағдарламасын жасауға, оларды жүзеге асыруға көп еңбек сіңірді. Облыс әкімінің орынбасары бола жүріп, ұлттық бірыңғай тестілеуден ең соңғы орында қалған Маңғыстау облысын бас-аяғы 3 жылда бірінші орынға шығаруға мұрындық болды. Жауынбай Қараевтың бұл еңбектерін мемлекетіміз жоғары бағалап, оны құрмет және парасат ордендерімен марапаттады. Ертаев Ақылбек Қайыпұлы 1962 жылы 1 қаңтарда Ленин ауданындағы Жаңабазар ауылында дүниеге келді. Әкесі Қайып, анасы Қаншайымнан тәлім тәрбие алған Ақылбек, Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің заң факультетін 1986 жылы тәмамдаған, мамандығы заңгер. Қылмыстық, азаматтық және әкімшілік істер бойынша 45 ғылыми мақаланың авторы. 1980-2015 жылдар аралығында Ленин аудандағы коммунизм совхозында жұмысшы, Гурьев облысы Махамбет аудандық прокуратурасында прокурор көмекшісінің міндетін атқарушы, прокурор көмекшісі, тергеуші, Оңтүстік Қазақстан облыстық сотында сот отырысының хатшысы, кеңесші, Қазығұрт аудандық мемлекеттік нотариат кеңесінің нотариусы, Қазығұрт аудандық сотының әкімшілік және атқарушылық іс жүргізу жөніндегі судьясы, Қазығұрт аудандық сотының судьясы, Сарыағаш ауданының мамандандырылған әкімшілік сотының төрағасы, Шымкент қаласының мамандандырылған әкімшілік сотының төрағасы, Арыс аудандық сотының төрағасы, Сайрам аудандық сотының судьясы болып, абыройды еңбек етті. Ақылбек Ертаевтың еңбегі бағаланып, көптеген мемлекеттік және қоғамдық марапаттардың иесі атанды. Тұрғанбай Тілеуқабылұлы Аманғали тегі 1944 жылы мамыр айында Атырау облысының Мақат мұнай кентінде дүниеге келді. 1962 жылы Өскемен жол құрылыс институтына қала құрылысы мамандығына оқуға түсіп, қала құрылысының инженер мамандығын алып, Атырау қаласының Гипроказнефть жобалау институтында инженер болып еңбек жолын бастады. Білікті жас маман бұл мекемеде біршама жылдар еңбек етіп, құрылысты ұйымдастыру жобасын жүзеге асырды. 1981 жылдан бастап 1986 жылға дейін Атырау облысының Гурьев нефте-газ геология бірлестігіне құрылыс бөлімінің бастығы болып қызмет атқарды. 2006 жылы зейнетке шығып, 2022 жылға дейін Астана қаласының біршама нысандарында техникалық қадағалаушы болып жұмыс атқарды. Ол нысандардың ішінде Гранд Астана тұрғын үйлер кешені, Абу-Даби Плаз бизнес орталығы қалалық ғимараты Астананың көркін арттырды. Зиялы азамат ретінде қоғамдық жұмыстарға белсене араласады, қазақ тарихының, әдебиеті мен өнерінің үлкен жанашыры Тұрғанбай Аманғали тегінің сіңірген еңбегі бағаланып, көптеген қоғамдық және мемлекеттік марапаттарға ие болды. Аубакиров Григор 1990 жылы Ленин атындағы Қазақ политехникалық институтының машина жасау факультетін бітіріп жоғары білім алды. Институтты бітірген соң жол мекемесінде, аэропортта, коммуналдық шаруашылық мекемесінде қызмет атқарды. 2007 жылдан бастап
МАЭК ЖШ-сінде қызмет атқарды. Еңбектегі жетістіктері үшін Қазақстан тәуелсіздігіне 30 жыл мерекелік медальмен марапатталды. Григор Аубакиров, Ақтау қаласының құрметті азаматы, білікті маманға комбинаттың еңбек сіңірген қызметкері атағы берілді. Григор 1986 жылы желтоқсан көтерілісіне қатысып, көп қудалау көрді. 2016 жылы желтоқсанның 30 жылдығы медальмен марапатталды. Ол қоғам қайраткері, Ақтау қаласында үлкен белсенділік танытып жүрген зиялы азамат. Қазақ тарихының, әдебиеті мен мәдениетінің жанашыры. Ол Маңғыстау облысы әкімінің алғыс хатының иегері. Махамбет Шертаев, Өзбекстан Республикасы Ташкент облысы Бостандық ауданының тумасы. 1984 жылы ауыл шаруашылығы техникумын бітіріп, 2006 жылға дейін шаруашылықта бригадир болып еңбек етті. Ол өндіріс озатуымен қатар қоғамдық жұмыстарға белсене араласты. Атап айтқанда, Бостандық ауданында бірнеше қазақ мектебінің ашылуына мұрындық болып, Өзбекстанға қарасты ауданға қазақ тіліне шығатын газет-журналдарды таратуға, қазақтың ұлттық өнері мен мәдениетін дамытуға үлкен үлес қосты. Махамбет Шертаев 2006 жылы Қазақстанға қоныс аударды. Бүгінде Алматы облысында тұрады. Зиялы азамат туған жері Бостандық ауданымен қарым-қатынасын үзген емес. Осыдан 2 жыл бұрын Шертаевтың игі бастамасымен Қазақ жоңғар соғысында үлкен ерлік көрсеткен Үкібай батырдың құлпытасының орнатылуына мұрындық болды.